Қайырлы күн қыздар, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен құймақ дайындайтын боламыз. Жай құймақ емес, сумен жасалған құймақ. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші бізге жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқа саламыз және де жақсылап тұрып араластырамыз. Іртік болмау қажет, басынан айтып қояйын. Су жылы болу қажет. Су қосамыз және де қант қосамыз 2 үлкен қасықпен. Тұз қосамыз шым-шым, өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай тұзды да қантты да салсаңыздар болады. Және де күнбағыс майын құямыз 3 үлкен қасықпен. Жақсылап тұрып араластырамыз осының барлығын. Суды тағы да мөлшеріне қарай өзіңіз қарайсыз. Және де қамыр қопсытқыш саламыз, жақсылап тұрып араластырамыз. Он қосамыз, онды да көз мөлшермен қосу қажет. Және де бұл жерде ең маңыздысы сумен у бірдей пропорцияда болуы қажет. Ол деген құймағымыз сұйық және қоймалжың болуы қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын болған уақытта үстінен ыстық суды құйып жібересіз дағыны жылдам араластыру қажет болады. Пісіп қалмау қажет біздің құймағымыз. Ал енді құймақты құйған кезде алдын ала табаңызды жақсылап тұрып майлап аласыз және де табаңыз қатты қызып тұруы қажет. Құйып жібересіз дағыны айналдырып, сосын осындай сізде қасық болуы қажет, силикондық қасық, және де шетінен ақырын көтеріп лақтырсаңыз өте әдемі түседі, әдемі піседі. Ең бастысы бәріміз қалайтын селдір әдемі құймақ бізде дайын болады. Селдір дегеніміз ол ажурные, бәріміз білеміз, ажурные блинчики бәрі жақсы көреді. Ғаламторлардан біз осындай селдір құймақты, яғни ажурный блинчикті көп іздейміз, мінекей өте жұмсақ, нәзік болып, әдемі болып піседі. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің құймағымыз өте нәзік, өте жұмсақ болып дайын болды және де жұп-жұқа болады, қалың болмайды. Біздің бұл селдір құймағымызбен сіз қаймақпен берсеңіз де болады, джеммен берсеңіз де болады, тосаппен, одан соң тартылған етпен берсеңіз де болады, және де қантпен араластырып, сүзбемен берсеңіз де болады. Өте нәзік, өте дәмді болады. Мінекей құймақты мен қыздарыма сабаққа қаймақпен әдемілеп контейнерға салып беріп жібердім сабақтарына. Арасында жүрек жалғап алу үшін. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Парақшама тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды бассаңыздар, өте қуанышты боламын. Сіздерге үлкен алғыс. Сіздермен бірге болған Жанка.